Достар, қайырлы күн. Вупи пай дайындаймыз. Ең бірінші шоколадты сары май екеуін микроволновкаға ертіп аламыз. Екінші процесс ұн, какао, разрахитель үшеуін араластырып дайындап қоямыз. Келесі процесс вупи пайдың массасын дайындаймыз. Алдымен еріген май мен шоколадты шығарып, әбден бір-бірімен араластырып, дайындап қойып қоямыз. Енді жұмыртқамызды жарып, миксерлейміз, ақ көпіршік болғанға дейін. Жайлап қантты салып отырып, миксерлейміз. Яғни әппақ көпіршік массасы дайын болу керек. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Яғни осы жерде шоколад пен майды салып, араластырып аламыз. Жақсылап араластыру керек. Және ұнды жайлап салып, миксерлеп, толық массамызды дайындаймыз. Барлығы видеодағыдай дайындалады. Масса толық дайын болғаннан кейін пергамент бумагымызды дайындаймыз. Яғни асты алынатын противенменен майыстырып алуға болады, немесе ручкамен сызып форманың көлемін дайындап алуға болады. Енді массамызды кондитерский мешокқа құйып, коржықтарды пісіруге дайындаймыз. Барлығы видеода көрсетілгендей дайындалады. Бұл жерде үлкендеу етіп кесу керек, себебі біздің массамыз кішкене қаттылау болады. Жұмыс жасау барысы өте ыңғайлы. Бетін зубочисткамен тегістеп жібереміз. Піскенде өзі беті теп-тегіс болып шығады. Бұл уақытта пешімізді қыздырып қойып, 180 градуста қыздырып қойып, коржықтарды жайлап салып пісіріп аламыз. Коржықтар 10 минутта пісіп шығады. Яғни бір коржық 7-10 минут аралығында піседі. Бумагыге массаны жағу процесінің екі әдісін көрсеттім. Егер сіздерде кондитерский мешок болмаса, осылайда жағуға болады. Еш уайымдамаңыздар, бұның да беті теп-тегіс болып шығады піскенде. Яғни біздің массамыздан 4 коржық шықты. Егер масса артылып қалса, осылай қағаздың айналасына құйып печенье етіп пісіріп алсақ болады. Ол печеньені бетіне әрлеуге пайдалануға болады. Коржықтарды толық пісіріп алып, крем жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге сахарный пудра, творожный сыр и сливки керек. Сахарный пудра мен творожный сырды жақсылап араластырамыз, бір келкі болғанша. Енді бетіне сливкиді құйып, крем дайындаймыз. Крем өте қою, қатты, жұмыс жасауға ыңғайлы. Крем дайын болады бұл жерде. Рецепті оригинал, сол үшін міндетті түрде жасап көріңіздер. Кремді кондитерский мешокқа салып, дайындап аламыз.
Вупи пайдың шариктерін жақсы шығаратын насадканы бір кондитерский мешоктың басына салып, крем салған кондитерский мешоктың басын кесіп, екінші қалташаға кіргізіп, яғни тортымызды жинауға кірісеміз. Шариктерді асықпай бір келкі жасасаңыздар, әдемі шығады. Вупи пайдың шаригін жақсы етіп шығару үшін үнемі қолды жаттықтырып отыру керек. Тортымызды толық жинап болдық. Енді торттың бетіне құятын ганаш дайындаймыз. Ганаш дайындау үшін сливки немесе сливочное масло, шоколад екеуін өлшеп салып, микроволновкаға ертіп аламыз. Микроволновкадан шығарып алып, әбден араластырып, торттың бетіне құйып, яғни толық жағып шығамыз. Менде бұл жерде молочный шоколад болды. Қазақстан шоколадымен жақсы дәмді шығады. Енді тортымыздың бетін үйдегі бар затпен оформление жасаймыз. Менде банан және морозкіде сақталған малина, арахис хлопьясы, фисташковый мука және өзіміз қолдан дайындаған печеньені креммен біріктіріп аламыз. Оны қойсақ болады. Және сахарный пудра шаштым. Әркімнің өз таңдауы, үйде не бар, соныменен әрледім. Және бұл торт бір кремі қоржығына сіңу үшін 5-6 сағат қойып қою керек. Нарезкасын жасап көрсеттім сіздерге. Өте нәзік, дәмді, жұмсақ, оригинал рецепті. Жасап көріңіздер.